Сәлем достар, бүгін мен сіздерге жұмыртқаның қасиеттері туралы айтып бермекпін. Алдымен менің каналыма лайк басып жазылып қойыңыздар. Жұмыртқаның көптеген пайдалы қасиеттері бар, және ол адам ағзасына қажет көптеген дәрумендер мен минералдарға бай. Біріншіден, ақуыз көзі. Жұмыртқа жоғары сапалы ақуыздың көзі болып табылады. Бұлшықеттердің дамуы мен қалпына келуі үшін қажет. Екінші, дәрумендер мен минералдар. Жұмыртқа құрамында Д, Е, В2, 12 дәрумендері, сондай фолий қышқылы, фор және мыш бар. Үшінші, антиоксиданттар. Жұмыртқаның сарысында лютеин және зеаксантин сияқты антиоксиданттар бар. Олар көздің денсаулығын жақсартады және жасқа байланысты көз ауруларының алдын алады. Төртінші, салмақты бақылау. Жұмыртқа ұзақ уақытқа дейін тойымдылық сезімін береді. Бұл артық салмақтан арылуға және салмақты бақылауға көмектеседі. Бесінші, мидың денсаулығы. Жұмыртқаның құрамындағы холин мидың дұрыс жұмыс істеуіне және есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектеседі. Алтыншы, жүрек қан тамырлары жүйесіне әсері. Жұмыртқаның құрамындағы омега-3 май қышқылдары жүрек қан тамырлары жүйесін қолдайды және холестерин деңгейін реттеуге көмектеседі. Жұмыртқа көптеген тағамдардың құрамында кездеседі және оны әр түрлі тәсілдермен дайындауға болады. Бұл оның диеталық түрде пайдалы және дәмді тағам болуына мүмкіндік береді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әлі де талай пайдалы кеңестермен бөлісіп отырамын. Каналымнан алыстамаңыздар.